Сенің арманыңдағы жол полициясы. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Сержант Ғали Русланұлы. Причина остановки. Сіздің поворотыңыз істемей қалыпты. Сіздің өміріңізге қауіп төнеді. Істетіп алыңыз. Келсек та, братан. Жоқ, келіспеймін. Жемқорлыққа жол жоқ. Құжаттарыңыз түгел ма? Түгел. Сендім. Ауызашарға бисақ бейт қалыпты. Сізде суыңыз бар ма? Жоқ, суым жоқ аға. Мәгіз. Мінекей сізге тағы құрма. Не істеп жатсыз аға? Мәшіне кір болып қапты, тазалап жүрейін. Онда сізге штраф толтырмай қойын, жүре беріңіз. Бензиніңіз таусылайын депті, құйып алыңыз жолдан. Жан, жақындамаш. Жақында болмайды маған. Саған кім жақындайын деп отыр? Салфетканы алайын деп отыр ма? Қуа дегенсің ғой сен де? Чо, не болды? Ауырып ма бір жерің? Иә, ауырып жүрмін. Қай жерің ауырып жүр? Жан, сіз білесіз ғой? Нені білем мен? Тым ауырсың ба? Жоқ. Жақындауға болмайтын. Қышыма ма, қышыма? Жаңағы қазіргі вирус па? Жоқ, одан да жаман. Геморройсың ба? Не енді? Ой, Жан, ол бүкіл қыздарға айына бір рет келіп тұрады. Кредиттен қағаз бандай? Тізең жөтеліп жүр ма? Тастарың ба? Бүйрегің тастарың ма деймін? Ой, жоқ. Қанай ма? Иә. Мұрның ба? Ой, жоқ. Ой, Жан, білесіз ғой? Өтірік істемеңізші бір. Не екен ол? 9 грамм свинца. И нет пацана, нет. Зәре бүгін нешесі? 7-ші мамыр. Қандай күн ал бүгін? Четверг болды. Ал қандай мереке ал? Екеуміздің отау құрғанымызға 6 ай. Әйді істейсің бе сен осы? Бүгін 7-ші мамыр ерлер мерекесі. Ашуламаңызшы, ұмытып кетіппін. Түрі ұмытып қаласың осындай кезде. Сенің 8-ші наурызында Сақина мен гүл берем, туылған күніңде телефон сыйлаймын да. А мен туылған күнім келеді ғой. Ой, сіздің емес, сен туған ана қызың туған күні, соны құттықтайық барып. 7-ші мамыр келсе, ерлердің армияға барып келгендердің мерекесі, сен түк қатысың жоқ қой, армияға барған жоқсың ғой сен. Майтабан болсам өлеменді мен. Ойбай, кешіре қойыңызшы. Ерлер мерекесінде PlayStation сыйлаймын дегенсің. Қаяқтағы PlayStation 4 ал? Мен қазір сізге одан да күшті сюрпризім бар. Қандай? Жан, мен шықтымын. Кімнен? Ақмақсыз ба? Сізден де? Үшсен әке болам ба? PlayStation қайда енді? Неге көңіл күйің жоқ дейсің ба? Сенің атың кім? Малика. Малика, ертең сен өсесің, бой жетесің, сөйтіп сен оқуға түсесің. Сосын сен оқуыңды бітіресің, жұмысқа тұрасың да сүйіктіңе қосыласың. Айта беріңізші, сосын. Үйленесіңдер. Екеуің бақытты өмір кешіп жатасыңдар. Басында бірақ ол. Сөйтіп сен мінез шығара бастайсың, әдісі мә дейсің. Бірақ мен ондай болмаймын өскен кезде. Сондай боласың. Сосын түнде қорлайсың, күндіз миын жейсің ұрсып, тура сондай боласың сен. Ондай болмаймын. Сосын сен күйеуің торда кішкентай қызбен сөйлесіп отырады ғой. Сен шығасың да, үйінен шығасың да, күйеуің басынан бір-ақ ұрасың. Не істеп отырсың кішкентай балам әңгіме айтып? Кір үйге. Вот осындай боласың. Көрдің ба? Кірдім мен үйге. 9 грамм свинца. И нет пацана, нет. Жан, мынау не? VR дейтін ғой, VR дейтін ғой. Короче, анық көресің жан-жағында. Живой көресің я. Қойш. Серьез айтам, кеп көресің ба? Күшті, иә? Иә. Заман дамып жатыр, иә, кәдімгідей. Конечно, 21-ші ғасыр ғой, технология дамып жатыр ол қазір. Онда жаным бір өзің көре бер, мен қазір келем. Есімім Зарина. Сіздің есіміңіз кім, жігіт? Вальсті күшті билеген. Вальс күшті билеген? Кіммен билеп жатсың сен? Не болды? Кіммен билеп жатсың вальсті сен? Ешкіммен билеп жатқан. Акбиш кімесің? Ойын ғой. Құш бар еді. Ой, Сен тастаңызшы ба мен енді. келіншегімен билеп жатқан? Ой, жауап қоя қойсайшы енді. Кетші өлі Тастаңызшы, неге ұрасыз оны? Таста.